Бәріне сәлем. Қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгінгі рецепте асқабақтан өте дәмді пирог пісіреміз. Ең бірінші бұл пирогтың нанын илеп аламыз. Ол наннан 240 грамм ұнымызды сап аламыз. 240 грамм ұн. 240 грамм ұн. Одан кейін бұған сливочный майымызды саламыз. Сливочный майдан 120 грамм сары майымызды, 120 грамм сары май. Үйдегі температурамен бола береді. Өте қатты қылмай. Келесі, онан кейін бір жұмыртқа. Бір жұмыртқамызды саламыз. Келесі, кішкене шым-шым тұзымызды саламыз. Енді осыған 50 грамм менде қоспа сахарный пудра дейді. 50 граммызды бірақ қосамыз. 50 грамм сахарный пудрамызды. Енді разрыхлитель қопсытқыштан 1,5 кішкене қасықпен 1 қасық саламыз. 5 граммдай болады ғой. Кішкене қасықпен 1 қасық. Енді осыны осы нанымызды енді жақсылап қыздар илеп аламыз. Бірінші пирогтың нанын илеп алайық. Жаңағы немізді, тамырымызды осылай жақсылап қыздар осылай илеп аламыз. Енді осыны бір кішкене екісін шындай жын қазір бетіне өткізгенге керек болады. Осыны морозилікке 1,5 сағатқа қоямыз. Енді мына немізді пирог пісіратын ыдысым менің мына жерде 24 сантиметр болады қыздар. Соң кішкене шұқалап майлап жүреміз. Енді жаңағы алған қамырымызды қыздар осылай пирогқа қойып шығамыз. Міне қыздар, енді осытып нанымызды әптен осылай жайып аламыз да. Енді осы нанымызды пока асқабақтың пирогын дайындағанша начинкасын салмасын. Орысша айтып қойдым ғой. Салмасын дайындағанша мынаны холодильникке кішкене қоя тұрамыз. Қыздар, енді мынау асқабақ, шикі асқабағымызды мына үлкен неден, өткізгіштен өткізіп аламыз. Қыздар, осылай асқабағымызды өткізгіштен өткізіп аламыз. Бұл жерде менде 300 грамм асқабақ. Келесі енді өткізгіштен мына апельсиннің бір кішкене қасық сыртын ғана осылай қыздар теркадан сырттарын ғана өткізіп аламыз. 1 қасық болса болды, кішкене қасықпен 1 қасық. Қыздар, міне осындай апельсиннің қыздар мынандай ғана жетеді. Осымен 1 кішкене ғана қасық сыртын өткізіп аламыз. Енді қыздар, келесі салмамызға мында 350 грамм сүзбемізді сап аламыз. 350 грамм сүзбемізді саламыз. Енді осының үстіне кішкене шым-шым тұзымызды саламыз. 2 жұмыртқамызды шығарамыз. Өте дәмді болады қыздар. Үйде асқабақ бұл қазіргі сезон ғой, асқабақ көп. Енді мында 100 грамм шекерімізді саламыз. 100 грамм шекер саламыз. Мында қыздар 50 грамм кукурузный крахмал дейді. Кукурузный крахмалымызды қосып аламыз.
Енді кішкене намен араластық қыздар. Енді бұны блендермен жақсылап араластырамыз. Блендер жоқ болса, немемен араластыруға болады. Қыздар, енді бұны салмамызды кішкене блендермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қыздар, міне жақсылап блендерімізді, міне көрдіңіздер ғой, сүзбеміз бен қант жұмыртқамызды осылай жақсылап өткізіп аламыз. Енді осының ішіне кішкене міне 30 граммдай изюм салып жүресіздер. Мейізден бір 30 грамм мейіз. Міне қыздар, жаңағы апельсиннің сыртынан бір кішкене қасық болар. Содан саларсыз. Енді осының үстіне жаңағы өткізген асқабағымызды саламыз. Бұл пирогтың барлығы осы салмасына осы жаңа заттарды салып, енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Қыздар, міне асқабақтан манты жасай бергеннен көрі, осылай пирогты да шайға жасап тұрсаңыздар, өте дәмді болады. Осылай міне барлығын жақсылап араластырып алыныз. Енді қазір пирогымыздың нанын алып келейін. Міне жаңағы холодильникке қойып қойған нанымызға енді осы салмамызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырып. Тура менің рецептіме істесеңіздер, қыздар, жақсы и дәмді шығады, дәмі бәрі. Енді осыны осылай жайып жүресіздер. Осындай ыдысқа пісірген жақсы, қыздар, сонда осылай барлығы сиятын болады пирогымыздың нелері. Қыздар, жаңағы нан салып болғаннан кейін морозилікке қойып қойған жарты нанымызды алып, үстінен солай өткізіп шығамыз теркадан. Міне осылай жаңағы алып қалған нанымызды өткізгіштен осылай өткізіп шығамыз, қыздар. Енді осыны 180 градуста қызып тұрған пешке 45-50 минутқа пісіріп аламыз. Қызып тұрған отымызға, пешімізге 180 градусқа 45 минут 50 пісіріп аласыздар. Қыздар, міне асқабақтан пирогымыз дайын болды. Енді сіздерге кесіп көрсетейін деп. Қыздар, міне ортасы. Қыздар, çok жұмсақ, дәмді болып. Қыздар, не көрдіңіздер ме? Арасы өте дәмді шыққан, бәр нәрсесі сай келе, творықпен, қыздар, сүзбемен өте дәмді болады екен асқабақпен. Достар, менің бүгінгі рецептім ұнап жатса, менің қазақша каналыма тіркеліп, подписка жасап, комментарийларыңызды, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.